Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін бізде Book Club айдарында Бердібек Соқпақбаевтың «Бала шаққа саяхат» кітабын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта 6-7 сынып оқушылары. Қош келдіңіздер. Бердібек Соқпақбаевтың «Бала шаққа» кітабын қай уақытта бастап оқыдыңыздар? Қараша айында осы Бердібек Соқпақбаевтың «Бала шаққа саяхат» кітабын оқығанбыз. Сізге қызықты болды ма кітап? Иә, өте қызықты болды. Жанры қандай жанрда жазылған? Әртүрлі. Осы Бердібек Соқпақбаевтың балалық шағы сипатталған ба? Иә. Көбірек, иә. Менің білуімше, сіздер барлықтарыңыз сол кітапты толықтай аяқтап бітірдіңіздер, иә? Сіздің есіңіз өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз. Мен есімім Самиолла Сайда, 6 сынып оқушысымын. Осы қараша айында Бердібек Соқпақбаевтың «Бала шаққа саяхат» кітабын оқып, қалалық жарысқа барып келдім. Кітап маған қызықтылығымен, Бердібек Соқпақбаевтың бала шағымен ұнады. Қандай кейіпкерлер бар? Ішінде Бердібек Соқпақбаев, колхоз және тағы да басқа. Шешең тастап бара жатыр деп, шешеңнен қалмайсың деген сол жерін кім айтып бере алады толықтырып? Ол жерде не баяндалған еді? Ол жерде не суреттеліп жатыр? Ол жерінде бір достары оған апан тастап бара жатыр, артынан бар дегенде, ол апа деп ауылдың соңына дейін қуып барады. Сол кезде бір кісі оған әне сенің балаң жылап жатыр дегенде, артқа бұрылып қарағанда ол оның шешесі емес екенін байқап, қайта үйге қайтады. Егер бұл кітап фильм болып түсірілсе, басты рөлде кімді көргілеріңіз келеді? Бердібек Соқпақбаев. Тағы да ерекше естеріңізде қалған бір кейіпкерлер бар ма? Бригадир. Не туралы? Кітапта не жазылған? Кітапта не баяндалған? Ол кітап несімен қызық, соны қысқаша біздің көрермендерімізге баяндап берсеңіз. Кітапта жалпы барлығы айтылған, өзінің өмір баяны, қалай ер жеткені, қалай қиын істермен айналысқаны, және де қалай анасынан айырыла жаздағаны, анасын қатты уайымдайтыны, қиын балалық шақ болғаны барлығы айтылған. Сол жері маған қызықты болды. Балалық шақтың балдайын көрмеген Бердібек Соқпақбаевтың кітабы маған қатты ұнады. Керемет, өте жақсы. Балалық шақ дегенді бір 3 сөзбен сипаттап берсеңіз. Бұл балалық шақта балалардың арманы, және қызықты оқиғалары, және өмір баяны. Қандай қиын сәт осы кітаптағы баяндалған? Қай балалық шақтың қиын сәті деп жатырсыздар ғой? Қандай қиыншылықтар болды осы кітапта? Мектептің тапшы болуы, және де балалар мектепке бару үшін бар күшін салып, ынтасы болса да мектеп болмауы. Құрметті клуб мүшелері, енді біз сіздермен осы «Бала шаққа саяхат» кітабына шағын ғана тілдесу жасадық, шағын ғана сіздермен сұхбат жүргізіп, енді сіздерге келесі 90-да Александр Гриннің «Ал қызыл желкендер» кітабын, яғни аударма кітабын оқып келуге сіздерге тапсырма ретінде беремін. Яғни келесі шығарылымда біздер осы кітапты талқылайтын боламыз, міндетті түрде. Біздің оқырман клубымызбен сіздермен тілдескенімізге біздер өте қуаныштымыз. Келесі айдарда жүздескенше сау болыңыздар.